Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстық баклажан салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен көкөністерімізді жуып тазалап алатын боламыз. Осылай бөлек ыдыстарға салып, сосын пиязымызды осылай ұзынша етіп турап алдым. Болгар бұрышында осылай әдемілеп бір келкетіп турап алдым. Болгар бұрышының екі түсінде қостым салатымызға. Сосын баклажанымызды да осылай турап, бөлек ыдысқа тұз сеуіп 20 минутқа қойып қойдым. Су құйған жоқпын. Осылай қызанағымызды да турап алдым. Сәбізімізді де турап, осылай жұқалау етіп турадым. Қаттылау болғандықтан осылай ыдыстарымызға турап дайындап қойдым. Қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майымыздың үстінен пиязымызды салып, қызарғанша қуырып, үстінен болгар бұрышын салып, осылай қуырып алдым. Сәбізімізді де салып, оны да қуырып алдым. Жаңағы тұз сеуіп қойған баклажанымызды да салатымыздың үстінен салып, оны да қуырып алдым. Су қосқан жоқпын баклажаныма. Жаңа тұз сеуген соң өзінің осылай су шықты. Тұзымды, қантымды да салып, үстінен қызанағымды салып, бір қайнатып, үстінен қара бұрышымды, лавр жапырағымды, туралған сарымсағымды, кинза қостым мен. Барлығын салып қайнатып алдым. Шамамен 1 сағаттан аса қайнатып алдым. Салатымыз дайын. Дайын салаттарымызды осылай банкамызға салып, аузын бұрап алдым. Сіздерге ұнаса, сіздер жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.